Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз химиялық элемент атомдарының қасиеттері мен кейбір сипаттамаларының периодтық түрде өзгеруі. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары. Бір топтағы элементтердің сыртқы электрондық деңгейінде электрондар санының бірдей болатындығын түсіну. Периодтық жүйе бойынша атомдық массаларының өсу ретімен орналасқан элементтердің көлденең қатарын период деп атаймыз. Ол міне бізде екінші период бойынша литийден фторға, неонға дейінгі элементтер қатары атомдық массаларының өсуі бойынша сипатталып тұр. Сол қатарды период деп атаймыз. Жалпы период бізде 7 периодтан тұрады. Бірінші, екінші, үшінші период кіші периодтар, төртінші, бесінші, алтыншы периодтар үлкен периодтар, жетінші период аяқталмаған деп аталады. Алтыншы периодта 57-ші номерден 71-ші номерге дейінгі элементтер лактоноидтар деп аталады. Дәл осылай жетінші периодта 89-ші элементтен 103-ші элементке дейінгі элемент октаноидтер тобын құрайды. Қасиеттері ұқсас элементтер біріктірілген тік бағыт топ деп аталады. Ол мысалы екінші топта міне группа элементов деп тұр. Екінші топ бойынша бериллий, магний, кальций, цинк, мырыш, стронций, кадмий, барий, сынап, радий элементтерін құрайды. Бұл жалпы екінші топ. Ал екінші топ жалпы бізде екіге бөлінеді. Ол негізгі, А дегеніміз негізгі, Б дегеніміз қосымша топшалардан тұрады. Негізгі және қосымша топша элементтерінің қасиеттерінде айтарлықтай айырмашылықтар бар. Мысалы, жетінші топтың негізгі топшасында бейметалдар фтор, хлор, бром, йод, астат элементтері болса, ал қосымша топшасында оның марганец, техниций, радий, борий элементтері тұрады. Инертті газдардан басқа барлық топ элементтері оттекпен әрекеттеседі. Оны біз мына жерден көре аламыз. Оттектің ең жоғарғы тотығу дәрежесі бойынша оксидтері орналасқан. R-дің орнына біз элементті қою арқылы біз оның жоғарғы оксидтерінің формуласын құрай аламыз. Ол негізінен негізгі топша элементтеріне қатысты. Мысалы, литий элементін қоятын болсақ, литий бізде бірінші топта орналасқандықтан бір валентті, литий 2 оттек литий оксиді болып айтылады. Төртінші, 8-ші топтың негізгі топшасының бейметалдық элементтері сутек пен ұшқыш сутек қосылысын түзеді. Олардың жалпы формуласы әр топтың төменгі жағында орналасқан. Сутек, мысалы, 4-ші топта көміртек элементін R-дің орнына қоятын болсақ, бұл жерде метан қосылысы пайда болады. Біз 7-ші сыныптан білеміз, сутектен астатқа дейінгі диагонал сызық сызатын болсақ, ол жерде сол жағында металды қасиеті басым, ал оң жағында бейметалды қасиеті басым екенін. Солдан оңға қарай, бұл жерде солдан оңға қарай, бұл жерде бейметалдық қасиеті біртіндеп арта бастайды. Ал атомдық радиус бойынша фтордан, өткен слайдқа қарайтын болсақ, фтордан литийге қарай атомдық радиусы кішірейе береді. Ал енді атомдық радиусы ең үлкен элемент бізде франций мен цезий болып табылады. Фтордан цезийге қарай атомдық радиустері біртіндеп арта берсе, ал электр терістілігі бойынша дәл осы система керісінше орын алады. Ол фтор ең электр терістілігі төмен франций мен цезий болса, ал электр терістілігі бойынша ең жоғарғы ол бізде фтор 4-ке тең болып табылады. Периодтық кестедегі негізгі топтардың бірі ол сілтілік элементтер, сілтілік металдар деп атаймыз. Ол бірінші топ элементтері. Олардың валенттілік электрондар саны 1-ге тең, өте белсенді металдар тобына жатады. Оларға литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций элементтері жатады.
екінші топтың элементтері олар сілтілік жер металдар деп аталады. Оған бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий элементтері жатады. Міне екінші топта. Екінші топтың негізгі топша элементтері. Олардың валенттілік электрондар саны 2. Міне сыртын қарайтын болсақ, ең сыртқы қабатында бериллийдің 2 электрон қаптап тұр. Олар физикалық жағынан өте белсенді, бірақ сілтілік металдарға қарағанда кішкене төменірек болады. Келесі маңызды топтардың бірі олар галогендер. Галогендер бізде нағыз бейметалдар орналасқан қатар топ. Оларда негізгі топша элементтері фтор, хлор, бром, йод, астат элементтері жатады. Олардың сыртқы электрондар қабаты 7 валенттілік электрондардан тұрады. Оны біз міне фтор элементінен көре аламыз. Ол жалпы екі деңгейден тұратын болса, оның екінші деңгейінде жалпы 7 валенттілік электроны бар. Өте белсенді бейметалдар, галогендер металдармен әрекеттесе отырып тұздар түзеді. Химиялық элемент атомдары қасиеттерінің периодта өзгеруі бойынша бүгінгі тақырып бойынша тапсырмалар. Бірінші тапсырма кестені толтырыңыз. Мұнда элемент таңбалары берілген, атомдық номерін, валенттілік электрондар санын, энергетикалық қабат санын анықтау қажет. Екінші тапсырма электрондардың таралуын көрсетілген атомдардың қайсысы сумен белсенді әрекеттеседі. 2/1 осы элементтің сумен әрекеттесу реакция теңдеуін жазыңыз. 2/2 конфигурациясы 2/5 элементтің табиғи үй алыстарына мысал келтіріңіз. Үй тапсырмасы 3-ші период элементтерінің мысалында валенттілік электрондар санын ескере отырып, элементтердің оттекті, сутекті және хлоридтерінің формуласын құрастырыңыздар. Мұнда гидрид, оксид, хлорид формуласын құрастыру қажет. Бірінші энергетикалық деңгей бойынша біз бірінші энергетикалық валенттілік электрондар саны бойынша литий бірінші топ элементтері, мұнда екінші топ элементтері, оның ішінде негізгі топша элементтерін алып жазасыздар. Гидрид ол элементтің сутекпен қосылысы, оксид элементтің оттекпен қосылысы, ал хлорид элементтің хлормен қосылысы болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.